Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазанымызға салқын суымызды құйып, етімізді салатын боламыз. Бүгін менде жылқының етін асатын болам. Астын қатты отқа қойып, бетін жауып, қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан соң бетіне осындай көбіктерін аламыз. Көбіктерін алу маңызды. Көбігін алып болған соң астын жай отқа қойып, жаймен бұрқылдатып қайнатуымыз керек. Етіміз сол кезде әдемі болып піседі. 3-4 сағат қайнатуымыз керек. Етімізді жақсылап пісіруіміз қажет. Достар, енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Суымызды құйып, үстіне бір жұмыртқамызды салып, бір шай қасықпен тұзымызды салып, содан соң сұйық майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан соң 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды 2 рет, 3 рет қайтарып илесек, иегі қанып, қамырымыз жайғанда әдемі жайылатын болады. Мен қайырып илеп қойдым 2-ші рет. Содан соң біз тұздығымызды дайындайтын боламыз. Жуамызды осылай видеодағыдай турап аламыз. Бөлек ыдысқа салып алуымыз қажет. Қамырымды мен 2-ге бөліп алдым, 2 жайым қылып, қазір жайғанда өзіме оңайырақ болу үшін. Достар, қамырдың рецебін менің рецебіммен жасасаңыздар, мүлдем езілмейтін болады. Жасап көруге кеңес етемін. Достар, қамырдың жайылу жолының толық нұсқасы менде бар. Сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Соған қарап жайсаңыздар болады. Мен қамырымды жайып болдым. Видеода көрсетілгендей осылай кесіп аласыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Етіміз пісуге жарты сағаттай қалғанда үстіне картошкамызды салып, бәрін бірге пісіріп алатын боламыз. Енді тұздығымызды дайындайтын боламыз. Біздің жаңа бөлек ыдысқа салып алған жуамыздың үстіне сорпаның бетінен, майынан, сорпасынан араластырып қоятын боламыз. Сорпаны көп мөлшерде құймаймыз. Жуамыздың бетінен кішкене асыңқырап тұрса, бізге сол жетеді. Жуамыздың астын жай отқа қойып, бір бұқтырып аламыз. Сорпамыздан етімізді, картошкамызды алып, содан соң сорпамызды жақсылап бір қайнатып аламыз да, қамырымызды салатын боламыз. Қамырымызды 7-8 минут қана пісіріп аламыз. Қамырымыз пісеміз дегенше, біз етімізді кесіп дайындап аламыз. Қамыр піскеннен соң қамырымызды ыдысымызға түсіріп алатын боламыз. Мінекей, менің қамырым осылай әдемі болып шықты. Содан соң бетіне әсемдеп, етімізді салып, картошкамызды салып, бетіне тұздығымызды салып, қонағымызға ұсынатын боламыз. Достар, менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Жанар Баймұрат.